Түлкі мен тырна. Бір түлкі тырнамен жолдас болып, түлкінің апанына келіп кіріпті. Бұлардың ізіне бір адам түсіп, інге келіпті. Інді қазып, әлгілерге жақындаған мезгілде шыбық салыпты. Шыбық деген соң, тырна түлкіге айтыпты: 60 амал түлкіде, 62 амал адамда деуші еді. Сол амалыңның біреуімен құтқар, деді. Құтқармасаң өлеміз, деді. Сонда түлкі: амалым құрыды, деді. Тағы өлуге жеткен соң тырна айтыпты: олай болса, менің бір амалым бар, сол амалмен құтылармыз, деді. Түлкі айтыпты: олай болса, істе амалыңды. Тырна айтыпты: мен өлген боп ауыз жағында жатайын, сонда ол қол созар да мені алып тастар. Жемтік екен деп, сонда мен айғай салып ұшармын. Ол жалт қарағанда сен жүгіріп кет, деді де іннің аузына барып жатыпты. Жігіт қол созыпты, тырна қолына ілініпті. Кісі алып қараса, өлген тырна екенін көрген соң жерге тастай беріпті. Сонда тырна айғай салып ұша жөнеліпті. Кісі «ах» деп жалт қарағанда түлкі шыға жөнеліпті. Сөйтіп екеуі де құтылыпты.